Ассалаумағалейкум, Маржан Кеңес каналының көрермендері, отбасыларыңыз, бала шағаңыз аман ма? Енді жаңа бір видео қылған едім, сонда ұмытып кетіппін. Айтып өту, видеода ұзақ болып кетеді. Сондықтан мына бөліп салайын дедім. Міне мынау амофос дейді екен. Мынау сера. Орысшасына сера, қазақшасына алтын күрт. Мен бұны өзім көп қолданамын. Бұл мына антибактериальный. Енді мынау не дегенмен ектік баса қылдық. Бұл жерде түрлі бактериялар болған екен. Бұны өлтіру үшін мынандай серадан шашып қоямын. Міне бүйтіп мынанша алып, мыналардың үстіне шашып, бұған шуалшан келе береді. Тышқан енді бұл келмейді. Сонда алдын алғанға жақсы бұл. Тышқан бұның иісін көрсе, иісін иіскесе жақындамайды. Енді не дегенмен мына жерде қуыс қалады. Қуыс қалғанда тышқан келіп, мындайларымызға зиян жеткізіп қоймасын деп, шуалшандар көп келеді. Содан кейін мынаны шашып қойсақ, келмейді бұл жерлерге. Шуалшандарға іштен кетпейді. Шуалшан баққан кезде де жан-жақтарын көңнің үстіне шашып қояды. Тышқан келе бермейді. Шашып шығасыздар. Қаншалықты көрінеді. Мына амофос. Мынау менде мамандармен кеңесем, маңа мамандардан сұраймын, әйтеуір менде өзімді білгенім 9, білмегенім 99 дейді ғой. Мынау анарлардың астына не істейін десем, осы амофостан алтын күрттен талдарына, жапырақтарына көмерден бұрын, енді сіздер ойлаңыздар, бүйтіп жатқан күйінде міне мынау үстілеріне бүйтіп тастап қойсақ, қаған анандайлар клеш түрлі аурулар қысымен осыны питаниемен жатады. Үстіп үстіне топырақ тастай саламыз. Мына амофосты әрбір талдың астына, жүзіміздердің астына 150 граммнан тастап шық дейді. Мен шамаммен осы болды, 150 грамм. Таразға тартып көрдім. Онда бүйтіп шашып шығады. Топырақпен араласып кетеді. Ол да жұмсатқанға дейді. Биолог болуға біле бермеймін, не үшін екен. Әйтеуір айтқанын істеп жатырмыз мамандардың. Сумен еріп, неғып кетеді. Онда эффекті жақсы. Тәжірибеден өткеннен кейін өстіп халыққа, басқа кісілер де білсін деп осыны істеп қоямыз. Әйтеуір жүзіміміз Құдайға шүкір жақсы салды. Өнімін жедік. Мына анарлар одан бұрын салған видеоларымызда кислот сладкий еді. Шамалы қышқылдау. Бала-шаға ана айтқандай жемеді. 6 жас, 7 жас шығады. Мына жерде бар еді, мынау бір талымыз. Бұл енді тәтті. Ішіндегі бескосточка дейді ғой орыстар. Андай ішінде дәні болғанмен де қолдарыңызды бүйсеңіз, ана пеноплекс сияқты тіске батпайды. Сол бір таңдайымызға алып қалдық. Қағандарында не дейді, қара түйе, қара бронза бір деген 3-4 түрлі шыбықтардан әкеп еккенбіз сіздерге. Мектарға дейіп қойғанбыз. Нелерде 3-4 не бар? Шыбықтар. Осындай көметін кезде үстіп не қылсаңыздар, эффекті жақсы болар екен.